Қытай өзінің жетістіктерімен таң қалдырады, ал Қытай халқы бүкіл әлемге еңбекқор мен мақсатқа жетуге деген талпынысымен танымал. Мұндай өмірлік ұстанымды не қалыптастырады? Қазіргі Қытай қоғамына көз жүгіртейік. 20 ғасырдың аяғында Қытай мемлекетінің саясаты халықтың көптігін шешуге бағытталған. Отбасыларға бір баладан артық балалы болуға рұқсат етілмеді. Егер бір баладан артық бала болатын болса, үлкен айыппұлдар салынатын болған. Бүгінгі Қытай билігі екі баладан көп балалы болуға мүмкіндік береді. Бірақ бұл өткен демографиялық реформада бала тәрбиесінің тәсілдерін қалыптасқанына байланысты жалғыз бала ата-ананың жалғыз үмітіне айналды. Бір жағынан бала үлкен махаббатқа ие болады, екінші жағынан оған өте үлкен талаптар қойылады. Қытайлық ата-аналар сәби кезінен бастап баланың тек еңбекқор болуға емес, оны ең жақсы болуға үйретеді. Мектепте алған 4 бағасы айыптау мен жазалауға себеп болады. Ал 3 деген бағаны алса, баланың шаруасы бітті деп санай береміз. Ол сәтсіздікке ұшырады. Ата-аналық махаббатқа келетін болсақ, оны ешбір жағдайда еркелетумен